артымда еш нәрсем жоқ, бетіп тіреп тұрған бір аға көке жәкем жоқ. Бар болғаны өзім, семьям, бала шағам, анам бар. Сондықтан да жаңағы әрбір жасап жатқан тірлігімізге халықтың сұранысы болады. Сол сұранысқа дайын болуымыз. Халықтың сұранысы бұл Алланың сұранысы. Саған пешеңе сен сұраған арманыңа жеткіздім ғой. Мәжілістің депутаты болдың. Не істедің халыққа? Деген сұрақ келеді. Ал Алланың ол қойған сұрағы халықтың айтқан уәждеріне, сөздерінде болады. Суымыз қайда? Жолымыз қайда? Завод, фабрикамыз қайда? Мынау жемқор сот, жемқор прокурорлар, жемқор шенеуніктер басып кетті. Неге күреспейсіздер? Міне осы сұрақтың мәнінде Алланың осы саған деген қойған сауалы да жатады.